Қазір қалтаңызда 50 мың теңгеңіз болса, Мета компаниясын сатып алу туралы ойланыңыз, себебі Метаның қазір әлемде ешкім жасамай жатқан үлкен жаңалықтар бар, сол туралы қазір толығырақ айтып берейін. Метаның ішіне біз білетін WhatsApp, Instagram, Facebook барлығы да кіреді. Қарап тұрсақ, жаңа уақытта ол жасанды интеллектке өте көп ақша құйып жатыр, сонымен қатар рекламадан табыстарды көбейтіп жатыр. Цукерберг кәдімгідей өте қатты жұмыс жасап жатыр. Бірақ Метаның акциясын сатып аламын десеңіздер, сізде $703 тұрады бағасы, яғни 50 мың теңге жетпейді ғой, еркебұлан деп айтуыңыз мүмкін. Бұл үшін екінші альтернативті жол бар. XLC деген ETF бар. Оның ішіне әртүрлі компаниялар кіреді. Соның ішінде үлкен бөлігі Meta деген компанияға тиесілі. XLC-дің бағасы $105 шамасында, яғни 50 мың теңгенің айналасында. Сатып алу үшін Пайдаксқа кіресіздер, поисқа XLC деп жазсаңыздар шығады. Купить дейсіздер де сатып аласыздар. Бітті. Сіз сол акцияның иесісіз, бірақ сонымен қатар Метаның жанында ол ETF-тің ішіне Google сияқты үлкен компаниялар кіреді, соның да иесі боласыз. Яғни дәл осындай Қазақстанда отырып та 50 мың теңгеге Американың үлкен компанияларын сатып алып, осындай жаңалықтардан пайда жасауға болады. Егер де толығырақ зерттеуді үйренем десеңіздер, мен 3 күндік экспресс онлайн курс өтсем, бағасы 2500 теңгеден, қазір тіркелсеңіз 590 теңге болады. Тіркелу үшін менің жекеме кіріп 590 деп жазыңыздар, ары қарай өзім түсіндіремін.